Чем отличается американская и казахская мама? Когда мы с твоим папой познакомились, мне было всего 18 лет. Я была такая юная, красивая, нежная. Все девчонки хотели за него замуж. А как видишь, мне повезло больше. Я до сих пор помню наше первое свидание. Он приехал за мной, и я, конечно, сразу же влюбилась в него. Маратқа тиіп алу керек еді сол кезде. Мынаған қалай тиіп кеткенімді білмей қалдым негізі. Мен дуалап алған ау деймін осы әкелердің шығар. Мен мынаған тимесем ғой, қалай тидім мен білмеймін. Қалай мынаған күйеуге тиіп кеттім мен. Таң қалам да өзіме. Сол кезде Маратқа тиіп алғанда қазір бастықтың әйелі болып отыратын едім. Мамаларың бастықтың әйелі болатын еді деймін. Бірақ сендер ол кезде болмайтын едіңдер ғой. Жарайды, болмай ақ қойыңдар, зато бастықтың әйелі болатын едім мен. Кейси, дочка, ты знаешь, мы с папой тебя очень сильно любим. Пойми нас правильно, мы просто не одобряем твое решение. Короче, бастық қатырма. Господи, Кейси, дочка, открой дверь. Кейси. Кейси, открой дверь. Не поступай с мамой так, Кейси, милая. Кейси, дочка, если хочешь поговорить, мы будем внизу. Мы тебя очень сильно любим, малышка. Ты что, попутала? Джордж, милый, я положила тебе в школу брокколи и твою любимую цветную капусту. Же, ана тамағыңды же тойып ал. Етінен же побольше. Ана май жағып же, май қойшы. Милый, ты что забыл? У нас правильное питание. Мы не кушаем жареное, мучное и сладкое. Май аузыңды тістемей. Жеш, ана морковь картоптан салайыншы тағы да. Салатты жеш, салат. Қымыз жесің ба? Шыбат қылып берейін ба, шыбат? Ведь маленький Джордж не против быть сильным и здоровым, верно? Ступай, дорогой. Орех, курага, изюм. Фрукты жеш, банан жеш па. Мына кешеден қалған сүйекті мү жеш ма? Дым жемедің ғой, 3 тарелка жедің ғой. Ой, вот дым тамақ жемейді осылар бар ғой, өстіп шығып кетеді. Точно предупредил всех? Не забудь позвонить Джонатану. Жәнібектер шақырып бет алдында біз тойға. Онда шақырайық бізде. Я подумала, может, Сару еще позовем. Хотя куда ее уже? Целых 26 человек. Это перебор гостей, Джон. Тағы 4 стол қойшы, 12 адамнан как раз 250 адам болады. Забыла, обязательно нужно позвать музыкальную группу Live Band, чтобы была приятная музыка. Обязательно тамада болады, бишілер болады. Знаменитый 2 әнші шақыру керек. Музар, жігіттер артымыздан салют атамыз пытырлатып. Кредит аламыз тағы да. Жабамыз ғой ақырында 10 жылда бітіреміз, ничего. Зато тойымыз қандай болады. Обязательно должен быть мини-фуршет, чтобы гости угощались. И, конечно же, немного выпивки, да? Кіреберісте фуршет болады, столдарда горячий, первый, второй горячий болады. Одан кейін балығы бар, бешбармағы бар. Одан кейін салаттың бір 8 түрі болса, аз болып қалмай ма 8 түрі? Готовая нарезка, холодная закуска так и так болады. Сосын тортты әдемі сұлу қыздар аппақ сәукелімен былай ортаға қойған. Такая красивая. Я с тобой соглашусь, сынок. Твоя мамочка самая красивая женщина на этом стрит, верно? Не зря же я хожу на все эти утомляющие процедуры каждую неделю. Мама, құлпырып кетіпсіз ғой. Не бүлдірдің? Не бүлдірдің? Жоқ, просто ғой. Или ақша сұрайын деп тұрсың ба? Жоқ, мама. Ақша жоқ менде. Шыныңды айт. Шыныңды айт маған. Не істеп қойдың? Не бүлдірдің? Қоймышын, просто айтып. Или папаң машинасын соғып алдың ба? Маған қараш, маған қара. Прямой қара маған, көзіме қара. Енді айт, точно ма? Смотри у меня. Сынок, ты что, приболел? Не знаю. Как ты себя чувствуешь? Джон, неси градусник. Сынок, мы прямо сейчас поедем в больницу. Хорошо. Запомни, что бы ни случилось, все будет хорошо. Тағы же мороженое. Тағы же, өлгенше же. Мұз же. Ертең ауырсаң өлесің. Жоқ, вообще ауырыватқан жоқпын мен. Вообще спокойно. Мама. Ой, я слегка вздремнула, доченька. Что ты хотела, солнце? Мама. Ойбай, не болды? Ойбай, не болды сонша құлағым түбінде аңырап? Не болды мамалап? Не жетпей жатыр? Бір ұйықтайын десе кішкене бір 5 минутта жатып. Сынок, милый, я тебя прекрасно понимаю. Я знаю, что у тебя в школе не всегда все бывает гладко. Но если тебя кто-то обижает, и ты хочешь обидеть в ответ, это не победа. Знай,
Промолчать — вот это победа. Будь выше этого. Будь выше этих конфликтов. Бля, сен неге ұрмайсың онда оны тоже? Интересно, біз сені жерден тауып алыппыз ба немене? Сенде ұр ол сен ұрса. Айтса сенде айт немене отырсың сүмірейіп немене саған. Сөйтіп сонда үйретті ма не саған? Бар анау талғап үйрет ана балаңды, ответ қайтарып үйренсін немене.